Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен бомба супер бір маскамен бөлісетін боламын. Бүгінгі біздің тақырып шаш күтіміне арналады. Сіздердің жиі қойылып жүрген сұрақтарыңыз шашты қалай тез және қалың болып өсіруге болады деген сұрақтарға жауап алатын боласыздар. Егер де сізге осындай тағы да басқа пайдалы ақпараттар қажет болса, ең алдымен менің каналыма тіркеле кетіңіз және лайк басуды ұмытпаңыз. Сол кезде мен сіздер үшін арнайы салған жаңа видеоларды өткізіп алмайсыз. Ал егер де маған деген сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне міндетті түрде жазыңыз, жауабын мен сіздерге қайтарамын. Ал видеоны соңына дейін қараған адам міндетті түрде осы масканы жасап пайдалану қажет. Және де мен сіздерге 100% кепілдік беремін. Осы масканы 3 ай бойы тоқтамай әр бас жуған кезде пайдаланатын болсаңыз, шашыңыз рекламадағыдай қалыңдап, жылтырап, ұзын болып өседі және сіз маған рахмет айтып, әлі 2-3 рет хабарласатын боласыздар. Ол не маска, не скраб десеңіздер, жасалу жолы өте оңай және керекті ингредиенттер барлық дәріханаларда және дүкендерде сатылады. Ал енді бізге қажетті ингредиенттің түрі 3-4 қана. Ең басты, ең керекті ингредиент ол бізде жымық. Яғни кофеинный жымық дейді. Сіздер жаңағыдай кафетерияларға, үйдің жаныңыздағы аппаратпен кофе құйып беретін кафетерия көрген болсаңыздар, сол жерге ұялмай, қысылмай барып сұрайсыздар. Жаңағы кофе жасап болғаннан кейінгі жиналған кофеинный жымық сізден алсам болады ма деп сұрасаңыздар, барлықтары оны тегін береді. Не болмаса 500 теңгеге сатып алсаңыздар болады. Себебі ол кофеинный жымықтың пайдасы өте көп. Оны шаштан бөлек тағы да сіздерге бір пайдалы лайфхак: денеңізге жағып, скраб жасап, баняға түскен кезде, яғни моншаға түскен кезде пайдалануға болады. Мысалы ретінде менің жұмысымның жанында осындай кофе сататын кафетерия бар. Мен қарапайым өзім барып, сол жерден сұрап аламын қыздардан. Кофе жасағаннан кейін кешке дейін, пожалуйста, тастамаңыз, маған бір пакет жинап беріңізші деп. Мысалға, мен таңертең құрбылармен барып кофе ішіп кеттім және бізден қалған жымық осынша мөлшерде шықты. Осы шыққан жымықты ол маған осылай пакетке салып берді. Ол жаңағы кофе қайнатқаннан кейінгі қалған қалдық. Осы қалдықты біз скраб ретінде пайдаланатын боламыз. Негізінде кофенің шашқа және біздің денемізге беретін пайдасы орасан зор. Оны сіздер біраздарыңыз білмейсіздер. Кофеден жасалған маска шашымыздың түсін қанық қылады, жылтыр қылады. Және осы кофеинный жымық скраб ретінде біздің жаңағы жиналған артық қабыршақ, жаңағы біздің кожамыздағы, яғни теріміздегі қабықтарды алып тастайды. Яғни денеңізге скраб ретінде жасайтын болсаңыз, жиналған шаң, тозаң, жаңағы теріге жиналған бәрін алып тастайды және бастағы жиналған қайызға, құрғақ терілердің бәрін жоюға жақсы көмектеседі. Одан бөлек пораларды ашып, жаңадан шаш өсуіне жақсы стимуляция жасайды. Сол себепті кофеинный жымық міндетті түрде қажет. Барлық кафетериялардан ұялмай сұрап алсаңыздар болады. Ал екінші керек ингредиент ол бізде қарапайым морской соль, теңіз тұзы. Яғни теңіз тұзын алған кезде де міндетті түрде жаңағыдай спенка деп жазылып тұрады, соны мұқият қарап алыңыздар. Көпіршімеу керек, яғни без пенки аласыздар. Құр морской соль деп тұрады осылай.
теңіз тұзы деп тұрады, осындайды аласыздар. Көбінде спенка деп жазылады, ол бізге жарамайды. Ал үшінші керек, ол майлар. Егерде сіздің үйіңіздің жанындағы дәріханаларда майлардың түр-түрі болатын болса, онда сізге миндаль майы, кокос майы, не болмаса жажоба майы, осындай майларды қосуға болады. Менде үйде миндаль майы бар, сол себепті мен миндаль майын қосамын. Және де кокос майы да өте пайдалы. Біздің маскамыздың жасалу жолы өте оңай және бағасы да қымбат тұрмайды. Мысалы, мен кофеинді жымықты тегін алдым. Миндаль майын дәріханада сатылады, шамамен 800.000 теңгеге дейін тұрады. Мен осы масканы негізінде көз мөлшерімен жасаймын. Бұның қатып қалған өзіндік мөлшері жоқ. Мысалы, осы 200-300 грамм кофеинді жымыққа мен шамамен 2 ас қасық май құятын боламын. Ол шамамен 30-40 тамшы деп санадым. Әр қасыққа мөлшерлеп құйған кезде. Бұл миндаль майы біздің құрғақ шашты жылтыратуына көмектеседі, құрғақ шашты ылғалдануына көмектеседі, және де құрамындағы дәрумендермен толықтырады. Және де сіздерге бір пайдалы лайфхак болсын, осы миндаль майы әр қыз баланың үйінде болу керек. Сіз қолдан маскаларды жасайтын болсаңыз, осы миндаль майының 10-15 тамшысын тамызып отыратын болсаңыз, бетіңізде жылтырап, нәрленіп, құрамындағы жетіспеген дәрумендерді бәрін қалпына келтіріп, және қабықтанудан сізге құтылуға көмектеседі. Мысал ретінде тоналка жағатын кезде бетіміз қабықтану жиналатын болса, менің каналымда арнайы видео бар, миндаль майы қосылып, құрғақ беттен қалай құтылуға болатынын. Осы миндаль майында шаштан бөлек бетке де берер пайдасы көп. Ал кофеинді жымықты моншаға барған кезде денеңізді сықылайтын болсаңыз, денеңізді кепкен артық құрғақ теріден алып тастауға көмектеседі. Және ең үшінші, ол біз қосатынымыз қарапайым теңіз тұзы. Теңіз тұзын шамамен мен 1-2 қасық қана қосамын. Өйткені ол тұзымыздың біздің өзінің көлемі ірі болғандықтан басымызды кішкене жаралап, не болмаса тырнап тастамау үшін 2 ас қасық жеткілікті. Мен енді көз мөлшеріне құямын. 1 ас қасық қоссаңыздар да болады. Бізге ең бастысы кішкене морской теңіз тұзы болу қажет, миндаль майы қажет, және де ең басты ингредиент кофеинді жымық. Осыларды қосып алдым, енді жақсылап араластырамыз. Ал енді бұның қолдану әдісі. Қарапайым бас жуатын алдында біз шашымызды жақсылап сулаймыз. Одан кейін осы дайын болған скрабымызды міндетті түрде басымыздың терісіне жағып, подушка дейді ғой, саусағымыздың жұмсақ жерімен үйкелеу арқылы скрабирование жасаймыз. Яғни, керек емес кожалардан құтылуға, бетіңізге қалай скраб жақсаңыз, дәл солай да шашыңызға жағасыз. Одан кейін 10-15 минут ақырын қатты баспай уқалау арқылы жасап болғаннан кейін міндетті түрде шампуньмен 2 қайтара жуып тастайсыз. Одан кейін кондиционерді пайдалануды ұмытпаңыз. Су кезде шашты тарауға болмайды. Шашыңыз 80% кеткеннен кейін ғана тарайсыз. Бұл біздің скрабымыздың басқа берер ешқандай зияны жоқ. Сол себепті әр бас жуғанда пайдалануға болады. Мысал ретінде аптасына 4 рет жусаңыз, басыңызды 4 рет жасаңыз, 3 рет жусаңыз, 3 рет жасаңыз. Ал еріншек болсаңыз, онда результатқа кішкене көбірек жететін боласыз. Бұл қандай результат береді? Қалыңдатады, шашыңызды ұзартады, тезірек жылтыратады, және де шаштың түсін қалпына келтіреді. Бұл рецепті күнделікті бас жуған кезде пайдаланып отыратын болсаңыз,
3 ай дегенде міндетті түрде керемет результатқа жететін боласыз. Жасап көріңіз және де менімен эффектпен бөлісе отырыңыз. Сәттілік!